Biz бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рентген контрастаттарды жануарларға беру. Осы рентген сабақ арқылы студенттеріміз өңеш аурулары, қарын аурулары, ішек ауруларын айқындап жатыр. Осы аурулар басты назарда. Біз қазіргі таңда рентген кабинетінде тұрмыз. Біздің қолымызда цифрлық рентген аппараты бар. Сол аппаратпен диагнозды нақтылай аламыз. Біз контраст затты береміз жануарға, яғни азық қорыту ағзаларын зерттеу үшін. Мысалы, өңеш қалай орналасады деді? Қай жерден басталады? Біз бүгінгі сабақта жалпы рентгенография асқорту жолдарын рентгенологиялық жолмен зерттедік. Өңешті зерттедік. Өңеш бізде жұтқыншақпен жалғасады. Рентген контрастты заттар, яғни барий сульфатын қолданамыз. Көріп тұрғандарыңыздай барий сульфатын енгіздік. Ол кеңірдектен жоғары қарай өтті. Мына жерде не пайда болған? Дивертикул пайда болған, яғни өңештің кеңеюі пайда болды. Мойын омыртқасымен және кеңірдектің үстінде 5-ші мойын омыртқаға дейін екеуі бірге жүреді да, уже көкірек қуысына кіретін кезде екеуі параллель кетеді. Кейіннен қайтадан кеңірдектің үстіне шығады да, бифуркацияның үстімен қарынға бардық. Қарыннан осы екі аралықта қандай болып жатқан өзгерістегі патологиялық өзгерістерді түсіндіреміз. Мен ветеринария мамандығын өз еркіммен таңдадым. Себебі осы қазіргі ауыл шаруашылығын дамыту жастардың қолында. Біздің универдің ағай мұғалімдеріміз өте білікті мамандар, өз істерінің мамандары. Осы мұғалімдерден білім алған студенттер жақсы кейін жоғарыдан көрінетініне сенімдімін.